Бізде халықаралық деңгейде бір экономисттер айтып жатады, мұнай ауыл шаруашылықты мүлдем құртады деп. 93 жылы бізде ұлттық валютаны енгізбей тұрып, Ресейден қашан валюта келеді деп, бүкіл Алматы, дәл өзім сол кезде бизнесте істедім, бүкіл Алматы бүгін самолет рубльмен Москвадан келмей ме деп тосып отырды. Сондықтан қазір қайтадан Еуразиялық экономикалық одаққа ортақ валюта қажет дегендерге дәл сол кезді еске салайын деп едім. Өзіміздің тәуелсіздігіміздің бір белгісі ұлттық валютамыз. Әрине 28 жыл бұрын Қазақстанда ел ретінде бізде сыртқы қарыз болмады. Бүкіл Совет үкіметінің сыртқы қарызы Ресей өз басын алды. Бірақ бізде қазіргі таңда мөлшері 160, 158-де 8 деп мөлшерлеуге болады. 160 маңайындағы миллиард доллар сыртқы қарыз бар. 28 жыл бұрын Қазақстанда кедей азаматтар болмады. Кедейлік деген мүддем ұғым экономикада 94 жылға дейін болмады. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге жаңа Қазақстан. Бүгін студияда Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Бізде қонақта бүгін Меруерт Махмутова, экономист, қоғамдық саясатты зерттеу орталығының директоры. Қош келдіңіз. Енді байқап отырған шығарсыздар, бүгінгі біз әңгімемізді немесе әңгімемізге арқау ретінде экономика мәселесін қарастырмақшымыз. Әрине өте келелі, күрделі, сан салалы бағыт. Бұның барлығын қамтып өту мүмкін емес шығар, бірақ жалпылама алғанда біздің бүгінгі еліміздің экономикалық жағдайы қандай. Кешегісімен салыстырғанда бүгінгісі бәлкім ертеңгі қандай болмақ тұрғыда кішкене ой жарыстырып көрсек. Енді естеріңізде болса, сол 90-шы жылдары Қазақстан экономикасы тәуелсіз мемлекет ретінде алғаш қадамдар жасағанда көптеген үміт бар еді, көптеген амбициялар бар еді. Тұңғыш президент Назарбаевтың өзінің сөзі бар еді, біз сана Кувейтті артта қалдырып, алға сытылып шығамыз, себебі оларда тек қана мұнай бар, бізде газ бар, бізде бүкіл Менделеев таблицасы бар. Арада 28 жыл өткеннен кейін айтарлықтай енді кейбір қанағаттанатын жағдайлар бар, әттегенелер де көп емес. Оның ішінде енді саясатты біз жиі сөз қыламыз ғой. Саясат былай болу керек, саясат басқаша болу керек дегенде, сол саясатқа қатысты енді соңғы уақытқа дейін ұсталып келген принцип алдымен экономика, содан кейін саясат. Сөйтіп жүріп, меніңше ананда мұнанда қатты біз енді қатырып жібергеніміз шамалы. Жалпы Меруерт ханым, бірінші сұрақ ретінде қабылдаңыз. Осы 28 жыл тәуелсіздік жылдарында қысқаша қайырғанда бізде қандай нақты негізгі жетістіктер болды және бәлкім қателіктер қандай болды? Енді ұзақ мерзімде 28 жылды салыстырып отырсақ, 90-шы жылғы экономикамызды алсақ, дәл сол кезде жалпы ішкі өнімге ауыл шаруашылығы 34% үлес қосып отырды. Қазір ол 28 жылдың ішінде 34% болған үлес 4%-ға дейін төмендеді. Неге десек, ол ең біріншіден мұнайға батып отырған экономиканың былайша айтқанда қорытындысы. Сондықтан бізде халықаралық деңгейде бір экономисттер айтып жатады, мұнай ауыл шаруашылықты мүлдем құртады деп. Дәл сол Қазақстанның экономикасына тікелей былайша айтқанда үлгі ретінде іске қосылды. Енді үлгі дегенде әрине жақсы үлгі болып отырған жоқ қой. Сонда біз мұнай секторына көп көңіл аудардыққандықтан, мұнайдың жоғары бағасының арқасында экономикалық дамуымыз әрине 2000-ші жылдардың ішінде мысалы жылда 10%-ға дейін экономикамыз дамып отырды. 90-шы жылдармен бізде енді жалпы ішкі өнім кісі басыға салыстырғанда өте қайдам жоғары, бірақ дәл сол кезде мұнай секторының жалпы ішкі өнімге үлесі ол не дегеніміз бізде ауылдық мөлшері Қазақстанның 50% деймін, 43% азаматтары тұрып жатыр. Сонда өзім халықаралық институттарға бір комментарий беріп отырам. Олар ойлайды, бізде ауыл шаруашылықтың өндіру өте төмен деп. Ауылда көп азаматтар болғансын, бізде әлгі жұмыссыз, өзін-өзі жұмыспен қамтып отыр деген азаматтардың бәрі ауыл шаруашылыққа қосыла салады. Сондықтан
халық көп, өндіру аз, сондықтан былайша айтқанда ауыл шаруашылығының ыңғайлар халықаралық институттар сол жақтан бағалап жатады. Бірақ мен айтам, ауылда өзін өзі жұмыспен қамтиды деген азаматтардың бәрі ол жұмыссыз жүрген азаматтар. Сондықтан әрине бір совет үкіметіне ностальгия болып кетпесін деп айтайын десем, әрине өзіміз тәуелсіз ел болдық, өзіміздің тәуелсіз валютамыз бар. Мысалы, өткен аптада қаржы күні, ұлттық теңге күні, соған байланысты айтып кетейін дегенім, 93 жылы бізде ұлттық валютаны енгізбей тұрып, Ресейден қашан валюта келеді деп, бүкіл Алматы, дәл өзім сол кезде бизнесте істедім, бүкіл Алматы бүгін самолет рубльмен Москвадан келмей ме деп тосып отырды. Сондықтан қазір қайтадан Еуразиялық экономикалық одаққа ортақ валюта қажет дегендерге дәл сол кезді еске салайын деп едім. Өзіміздің тәуелсіздігіміздің бір белгісі ұлттық валютамыз, ұлттық монетарлық саясат, ұлттық қаржылық саясат. Сондықтан әрине бұны бағалау керек. Сондықтан өзім теңге келешекте де өзіміздің ұлттық валюта болып қалады ғой деп сенемін. Әрине 28 жыл бұрын Қазақстанда ел ретінде бізде сыртқы қарыз болмады. Бүкіл совет үкіметінің сыртқы қарызы Ресей өз басын алды. Бірақ бізде қазіргі таңда мөлшері 160, 158-де 8 деп мөлшерлеуге болады. 160 маңайындағы миллиард доллар сыртқы қарыз бар. Ол сыртқы қарыз қайдан пайда болсын десек, ол әрине көп жобаларда іске қосылды, бірақ сонымен қатар бізде 30 жыл бұрын Қазақстанда миллиардер болмаған, енді біраз қазақстандық болсын, қазақстандық болмасын, бірақ олар Қазақстанның экономикасында байып жатқан миллиардерлер бар. Енді қазақстандық демейтіндей, Машкевич мысалы Қазақстанның азаматы емес, Солшодиев та Қазақстанның азаматы емес, бірақ оларды қазақстандық деп санайды, себебі бизнесті миллиардты осында тауып отыр. Сол екінші жағынан. Үшінші жағынан енді 28 жыл бұрын Қазақстанда кедей азаматтар болмады. Кедейлік деген мүддем, ұғым экономикада 94 жылға дейін болмады. Бірақ 94 жылы бірінші рет UNDP адамдану есеп шотын дайындағанда, дәл сол кезде енді бірінші рет Қазақстандағы кедей азаматтардың санын бағалады. Олардың саны 98 жылға мөлшері 36%-ға дейін өсті. Сондықтан әрине тәуелсіздік алғансын 96-98 жылдары ең қиын болды. 96 жылы экономикалық даму, мысалы 90 жылға салыстырғанда 40%-ға дейін жалпы ішкі өнім төмендеп кетті. Ең төменгі даму деңгейі сол 96 жыл болды. 98 жыл енді Қазақстанның экономикасы бір беттей басын көтеріп жатқан кезде мұнайдың бағасы $10 дейін төмендеп, қайтадан былайша айтқанда мүмкіншіліктер шектеліп қалды. 99 жылы бюджетті 3 рет секвестрден өткізді. Секвестр деген енді болжамдап қойған бюджетті 3 рет қысқартты. Сондықтан әрине 90 жылдар оңай болмады, бірақ 2000 жылдардан бастап мұнайдың бағасы өскен сайын экономикаға мұнай секторының үлесі өсіп, сондықтан енді ұлттық қорда дағы біраз ақша жиналды. Сондықтан әрине 2000 жылдары экономика ұзақ мерзімде мөлшері 2009-ға дейін біздің ұлттық валютамыз теңге тұрақтала берді долларға қарағанда. Мысалы, ол 146-дан мөлшері 150-ден 118-ге дейін тұрақтандырылды. Сондықтан әрине өзгерістер болды. Бірақ сіз жаңа айтып отырсыз, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Мұнай туралы айтып отырсыз. Осы мына экраннан бізді көріп отырған қарапайым халық, олар енді бәлкім экономикалық модельге, инфрақұрылымға, теорияға, практика бара бермес, бірақ олар сұрайды. Осы жыл сайын бірінші президентті айтатын, қазіргі де айта бастайтын шығар, экономиканы диверсификациялау керек. Яғни мұнайға, басқа да пайдалы қазбаларға тәуелділіктен құтылып, басқа салаларды дамыту керек деп жыл сайын айтылады. Неліктен сол жүзеге аспайды? Үкімет не істеу керек соны істеу үшін? Мен мысалы өз басым ойлаймын, біздің бұған қарсы болып тұрған мықты лоббистер бар. Яғни лоббизм, олигархтар. Біздің кезінде осы
90 жылдар өзім үкіметте істедік, нарықтық экономика көшкенге сол кезде президент айтатын, біз экономикалық реформа жағынан постсоветтік кеңістікті басып оздық, Ресейден де озып кеттік деп. Сонда Ресейдің эксперттері мойындайтын, Қазақстан нарыққа көшті деп. Сондықтан мен айтатыным, егер де біз шынымен де нарыққа көшсек, неліктен біз сол диверсификацияны әлі де жасаған жоқпыз? Қолда бар мүмкіншілік бар ғой. Экспо өткізуге миллиард табамыз. Жеке банктерді құтқару үшін миллиардтар табамыз. Ал мына диверсификация неге болмай отыр деп ойлайсыз? Енді сұрағыңыз орынды, бірақ айтып кетейін деп едім, Қазақстан экономикасы нарыққа көшкен экономика болып саналды деп, ол Европалық одақ пен Құрама Штаттар 2000 жылдардың ортасында құнттады. Сондықтан ол Ресей емес, халықаралық деңгейде. 90 жылдар айтатын президент, біз Ресейден озып кеттік деп айтатын. Сондықтан әрине нарыққа көшкен экономикалардың бірі болып саналсақ та, өкінішке орай әзір жетістіктеріміз диверсификациядан оншалық көзге көрінетіндей емес. Айтып кеткендей, сол диверсификацияны бірінші президенттің бір сөзінде бар еді, осы мұнайға батып отырғанымыз бізге Совет үкіметінен қалған мәселе деп. Бірақ айтып кеткендей, бізде бұрын ең маңызды экономикалық сектор ол ауыл шаруашылық болды. Бірақ бізде диверсификацияны 2000 жылдардың басынан бастап, көп диверсификация деген енді бір жағынан ол халықаралық институттардағы, дүниежүзілік банк, IMF, солардағы бір Қазақстанның билігіне былайша айтқанда тікелей мұнайға ғана батып отырмаңдар, басқа да экономика саласыларына даму қосыңдар дегендей былайша айтқанда кеңес берді. Сондықтан олар неге былайша айтқанда көзге көрінетіндей өзгерістер жоқ десек, жалпы мысалы өзім Алматының экономикасын ыңғай ұлттық экономикаға үлгі ретінде, модель ретінде ұсынатын едім. Бізде Алматының экономикасы мөлшері 70%-ның кірісі орта және кіші бизнестің салығына байланысты. Ұлттық экономикамызды алсақ, бізде ұлттық әлгі консолидированный дейді ғой, республикалық бюджет пен ұлттық қорды бірге алсақ, онда мөлшері жартысы бізде тікелей мұнайдан түсіп отырған салықтар мен басқа да төлемдер. Сонда бізде неге орта және кіші бизнес дамымайды десек, бізде экономика жалпы былайынан макро деңгейінде алсақ, мұнай секторына байланып отыр, және де бір мөлшері 70 ең ірі компания ең маңызды бюджетқа үлес қосып отырған солар. Сондықтан бізде Алматыда сияқты орта және кіші бизнесті дамытып, бүкіл экономикамыз орта және кіші бизнестің салықтарына соған байланысты болса, сонда ғана бізде орта класс дейді ғой, енді былайша айтқанда орта деңгейде тұрып жатқан азаматтардың саны көбейеді. Сондықтан бізде әзір орта және кіші бизнесті дамыту мүмкіншілік көп іске қосыла қойған жоқ, өзіңіз айтып кеткендей. Ол енді әрине олигархтардың былайша айтқанда лобби, бізде мемлекеттік бағдарламалар да көп қабылданып жатады, бюджеттен көп бизнесқа жәрдем көрсетеміз деп көп бір бағдарламалар қолданып жатады. Бірақ байқап отырсам, бағдарламалардың қолданып жатқанын қаншалықты іске қосылды, оның қаншалықты жазылып тұрған, тіркеліп тұрған соның индикаторлары жеттік пе, жетпедік пе, соны ешкім талқылап, соны ешкім бағаламайды. Хабардан жақсы есеп береді, бірақ ауыл аймақта көрмейміз. Жаңа 90-шы жылдардан бері айтылып келе жатқан тақырып қой, орта және шағын бизнес. Және әлемдік тәжірибеде енді көптеген елдердің экономикасының күре тамыры осы орта және шағын бизнес. Негізгі табысын алып келетін, үлкен әлеуметтік маңызы бар себебі жұмыс орындарын жасап отыр. Өзін асырауға мүмкіндігі бар азаматтардың салық төлейді, тағысын тағы. Бізде соны дамыту бойынша жаңағыдай бағдарламалар, түрлі мәлімдемелер 90-шы жылдардан бері жасалып келе жатыр. Тексеруді тоқтатамыз, мораторий жасаймыз, түрлі жеңілдіктер салықтық жасаймыз дегендей. Жақында ғана президент Қасым-Жомарт Тоқаев қайта кіші бизнесті жағындай салықтан босату жайында қателеспесем 5 жылға, сондай мәлімдемелер жасады, олар жасалып келе жатыр. 10-15 жылда, бірақ нәтиже сол баяғы. Сол баяғы жартас, кіші және шағын бизнестің жағдайы мәз емес, экономикадағы үлесі өте төмен, негізгі себептер қандай, және жалпы осы мәселені шешу үшін басқалардың қолынан келді ғой. Не істеу керек Қазақстанда? Ең біріншіден, бізде орта және кіші бизнестің дефинициясының өзі дұрыс емес. Неге дұрыс емес десем, 2008-2009 жылы дағдарыс кезінде бізде орта және кіші бизнесқа оны бағалау үшін
оборотын қосты. Оборот дейтіндей жылдың ішінде қаншалықтай қаржы деңгейі. Оны 14-ші жылы мүлдем алып тастады. 14-ші жыл ол бұрын жекеменшік кәсіпкерлер туралы заң бойынша. Соны 14-ші жылы қарашада алып тастағаннан бері бүгінгі таңда бізде орта және кіші бизнес кісінің санымен ғана бағаланады. Сондықтан бізде анық мемлекеттік бағдарламадар орта және кіші бизнесқа деген арналып қабылданып жатады, бірақ ол орта және кіші бизнестің өзіне жетпейді. Себебі бізде қазір 100 кісімен ғана санап отырса, бізде тіпті мұнай секторындағы компаниялары орта және кіші бизнесқа қосылып кетті. Сондықтан соның арқасында 14-ші жылы дефиницияны өзгерткеннің арқасында бізде орта және кіші бизнестің жалпы ішкі өнімге үлесі өсті. 17%-дан 28%-ға дейін. Бірақ бұл шындыққа қарасақ, орта және кіші бизнестің дамып жатқан емес, бұл статистикалық көзқарас өзгергенінің ғана арқасында. Былайша айтқанда көзбояушылық деп айтуға болады. Ол біріншіден. Екіншіден, ең маңызды қандай проблема десек, орта және кіші бизнесқа, ол қаржы мәселесі. Қаржы мәселесін осы Алматы мен Астананың сыртына шықсақ, бізде облыстық орталықтарда банктер бар, бірақ орта және кішкентай қалаларға барсақ, ауыл деңгейіне барсақ, мүлдем банктер жоқ. Сондықтан қаржылану үшін, мысалы сол кішкентай қалада тұрып жатқан, ол Қандыағаш болсын, Алға болсын, Курчатов болсын, Риддер болсын, кішкентай қалада тұрып жатқан орта және кіші бизнес, немесе жеке кәсіпкер, орталық аймақтың орталығына күнде барып, 1 жыл, 1,5 жыл сол қаржы алу үшін соның соңында жүреді. Себебі бізде әрине қаржы секторы ең бір дамыған экономика секторы деп 2000-ші жылдары көп мақтандық, бірақ ол көп мақтанғанымыз аяғы дағдарысқа айналды. Сол дағдарыстан енді банк секторының сыртқы қарыздарын жауып, былайша айтқанда одан бері кім бар кім жоқ, банк сектордағы біраз өзгерістер болып жатыр. Бірақ қарап отырсақ, банк секторы бізде қаржы бүкіл Қазақстанның аймақтарында, облыстық орталықтарда бар, қаржы беретіндей банктың филиалы. Бірақ облыстық орталықтан, сол Ақтөбеден, сол Көкшетаудан ары шығып жатсақ, онда орта және кіші бизнес қаржыға қолжетімді мүмкіншілігі жоқ. Жалғыз орта және кіші бизнес емес, ол енді екінші тақырып бір қарапайым азаматтарда қаржылану үшін олар немесе қазір онлайн кредиттарды пайдаланып жатыр, немесе микрокредиттарды пайдаланып жатыр. Әрине, екеуі де өте қымбат. Сондықтан бізде кісілердің, енді бизнестің болсын, азаматтардың болсын, мүмкіншілігі шектелген болса, олардың дағы былайша айтқанда жоғары сапалы қаржы қызметке мүмкіншіліктері қолдары жетіп отырған жоқ. Сондықтан бізде жағдайы нашарлау азаматтар ең қымбат қаржыға ғана қолдары жетеді. Сондықтан бізде әлгі қаржы былайша айтқанда адамдардың білімін дамыту керек дейді, бірақ менің ойымша мәселе адамның болсын, орта және кіші бизнестің білімінде байланысып тұрған жоқ. Бізде қаржы секторының дамуына байланысты болып тұр. Меніңше шағын орта бизнестің дамуы жалпы ол өте позитивті, оң қоғам үшін прогресс болар еді, өйткені ол тек қана экономикалық параметрден тұрмайды, яғни жұмыс орнын 10-15-20 адамға жұмыс береді, салық төлейді, зейнетақысына ақша аударады, әлеуметтік жағдай жасайды емес. Шағын орта бизнесте жүрген адамның, кәсіпкерлікпен жүрген адамның санасы өзгереді. Ол маргинал болмайды, ол люмпен болмайды, оның сауаты болады. Ол өзінің бизнесін дамыту үшін іздене бастайды. Саяси жауапкершілігі болады. Сосын өзінің жағдайын, өзінің кәсіпорнын жасап алғаннан кейін ол жоғары қарай бастайды. Ал осы неге біздің бизнес дамымай жатыр? Біздің аудан әкімі неге келіп менен осы күнде бір пара сұрайды? Неге ана бір бақылаушы органдар келіп менен бір нәрсе дәметеді? Неге парламент мені қолдап заң қабылдамайды? Деген бір әңгімені айта бастайды да. Сондықтан болар, жаңағы орта және шағын бизнесті биліктің өзі дамытпай отырған. Себебі орташа класс пайда болады, жаңағы белсенділік танытатын азаматтық қоғам пайда болады. Ондайды қажет жоқ, бәлкім
әдейі жасап отырған бәлкім олар бюджеттен сол мардымсыз жалақы алып, сол аны мектепке немесе ауруханаға жұмысқа тұрғанына қуанып, пара беріп жұмысқа тұрып, соны қуанып, жаңағы белгілі бір партияның мүшесі болып, сол жүргенде жаңағы шүкіршілік етсін деп ойлайды. Ал енді саяси неден кететін болсақ, жалпы Меруерт ханым, меніңше осы бізде мына қазақта сөз бар, аңқау елге арамза молда дейді. Өзім соны жиі айтам. Өзім соны жиі айтам. Мен сізден де жиі айтам онда. Неге? Меніңше биліктің өзі осы халықтың, қарапайым халықтың экономикалық сауатын ашуға мүдделі емес сияқты. Мен өзім ойлаймын. Неге? Өйткені қолында қаншама ақпараттық мүмкіндік бар, сіз соны заңдарды насихаттап, ауылдық жерден бастап, кәсіпорынды қалай ашу керек, қалай бару керек деп оны үйрету керек. Екінші мәселе, соған жағдай жасау керек. Меніңше бұл жерде біз бәрібір саясатқа келіп тірелеміз. Неге тірелеміз? Шағын орта бизнес, ауылда бір өңдеуші, ұқсатушы кәсіпорын жасау үшін ақша жоқ дейді, бірақ кризистің кезінде миллиардтаған доллар, 10 миллиардтан астам ақшаны жеке банктарға көмекке жібереді. Міне, меніңше бұл жерде саяси басым бағыттылыққа келеді. Екінші мәселе, бізге халыққа билік, бұл экономика, бізде былайда, экономика бір фетиш сияқты. Мысалы, экономика даму керек дейді. Дұрыс, экономика не үшін даму керек? Президенттің баяндамасын жақсы қылу үшін, премьердің баяндамасына жақсы бір тарау жазу үшін емес, халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін даму керек. Сондықтан, қалай ойлайсыз, осы 28 жылдың ішінде Расул айтып отырған, өзінің экономиканы жақсы ма, жаман ба белгілі бір деңгейге жеткізіп, билік өзінің әлеуметтік міндеттерін орындап отыр ма? Біз соған қалай жауап берер едіңіз? Осы экономиканың мұнай деді, газ деді, Құдайға шүкір эшелондап кетіп жатыр, жаңа батысқа, шығысқа, труба арқылы кетіп жатыр. Соның экономиканың дамуының жақсы дейік, келсек, биліктің бір статистикамесінде келсек, белгілі бір проценттер өскен шығар. Соның халық, соның әлеуметтік жағынан соның өзінің қызығын көріп отыр ма соны? Өкінішке орай әзір өйтіп айта қоя алмаймын. Енді халықтың экономикалық саясат, былайша айтқанда халықтың көңілінен шығып отыр деп айта алмайтын едім. Әрине, екінің бірі экономикалық саясатта қаншалықтай өзіме байланысты деп үйтіп салыстырмайтын да шығар. Бірақ әрине, халықаралық деңгейде, әсіресе дамыған елдерді алсақ, орта және кіші бизнес, орта класс дамуы, азаматтық қоғамның дамуы бір-біріне үш байланысты фактор. Сондықтан әрине орта және кіші бизнес кішкентай болса, бізде орта деңгейінде даму дейтіндей класс да төмен, сондықтан азаматтық қоғамның дағы деңгейі өте қысқа. Себебі күнделік күн көріп отырған, былайша айтқанда, соны ғана ойлап отырған кісілер, былайша айтқанда мемлекетті, тіпті тұрып жатқан аймағында ойлайтындай мүмкіншіліктері болмайды. Сондықтан әрине, бұл неге солай десек, бұл әрине біздің саяси система жалпы ірі бизнес, ірі аймақтарды, былайша айтқанда, сондай көзге көрінетінді ғана көреді, бірақ Алматы мен Астананың ар жағына шығып, кішкентай ауыл болсын, кішкентай қала болсын, онда не болып жатқанын көбінесе тіпті жарайды президент деп айтпайық, тіпті министрліктерде отырған чиновниктердағы соны ұқпайды, не болып жатқанын. Өзім былтыр экономика министрлігінде істеп жатқан жас жігіттерге айтып едім, сендер мына жерде қағазды бір орыннан бір орынға салып отырмай, барып ауылдарда барып әкім болсын, әкімшілікке кіріп, халық немен өмір сүріп жатқанын соны барып көрсеңдерші, қарасаңдаршы. 2000 жылдардың басында өзіміз бұл Японияның жергілікті өзін өзі басқару қалай дамып жатыр дегенде, соны зерттегенде, дәл сол кезде көргем, Япония орталық министерствода отырған азаматтарды кішкентай аймақтарға жіберіп, сол аймақтардың дамуын көздері жететіндей, маңызды проблемаларды түсінетіндей, сондай бір ротация істеп отырады. Сондықтан ауылдарды неге дамытпадық десек, ол енді ең біріншіден бізде бәрі шешім Астанада. Астанадан төмен түсіп жатса, ол облыстық деңгейде. Ал кішкентай ауыл болсын, кішкентай қала болсын, оларда былайша айтқанда шешім қабылдайтындай мүмкіншіліктері өте шектелі. Себебі оларда мүддем осы соңғы жылға дейін бұрын бюджетте болмады.
Енді қолдарында бюджет болмағансын, енді естеріңізде ме 2001 жылда әлгі эксперименттік біз ауыл әкімін таңдаймыз деді, сайлаймыз деді. Сосын 2000 жылдардың ортасында да сайлады, бірақ ол сайланып жатқан әкімдердің қолында бюджет болмаса, олар былайша айтқанда әлгі біз бүйтеміз дегендей бір бағдарламадары, оның бәрі бос сөз. Қаржы болмаса оны қалай іске қосады. Сондықтан әрине бізде ауылдар мен кішкентай қалаларда мүддем бюджет болмады. Ол бір. Екіншіден, онда мүддем бүгінгі таңға дейін де маслихат жоқ. Оны маслихаттың орнына біз әлгі сход деп азаматтардың енді жиналысы ма, соны былайша айтқанда маслихат таңдаулы орган. Олардың маслихатта отырған депутаттардың халықтан алған құқықтары бар. Мандаты бар. Былай қарап отырсақ, біздегі қазір общественный совет деп оларды маслихаттың орнына былайша айтқанда бір көзбояушылыққа қайтадан бізді алдай салып, соны бізге ұсынып, міне біз орталарыңыздан осындай кеңесті құрастырып отырмыз дейді. Бірақ ол кеңестің мүддем құқығы жоқ, олар бізбен сайланбаған. Оны әкімнің былайша айтқанда шешімімен ғана тіркеп таңдап отырған ол әкім. Оны біз таңдап отырған жоқпыз. Сондықтан оларға дейтіндей сенімде мүддем жоқ. Әрине, сол саясат пен экономика бізде бір-біріне байланысты. Басқару, меңгеру жағынан қарасақ, облыстық деңгейде, район деңгейінде, ауыл деңгейінде, кішкентай қала деңгейінде сол жүйені жаңа қарастырмай, мемлекеттік басқарудан жергілікті өзін өзі басқаруға мүддем көшпейінше, бізде бәрі сол кішкентай әкімдердің бәрі де Астана бізге не айтады деп сөйтіп қарап отырады. Расул, мен Меруерт ханымның әңгімесінің ойысуына қуанып отырмын. Өйткені біз басында экономикалық моделден бастап едік қой. Енді келіп біз азаматтардың белсенділігі, яғни ауыл аймақтағы, қаладағы белсенділігіне келіп жатқан меніңше заңды деп ойлаймын. Өйткені тағы да қайталап айтайын, мен үшін экономикалық әңгіме Меруерт Махмутова сияқты белгілі экономист шақырып халыққа жеткізуіміздің, бұл біз сол ағартушылық жұмысты жалғастыруымыз керек. Яғни кез келген Қазақстан азаматы білу керек, мына экономика маған жұмыс істеп жатыр. Маған жұмыс істеу керек. Мына пайдалы қазбалардан бастап, нарықтан түсіп жатқан қаржылық институттардағы пайда ол менің пайдам. Азамат ретінде мен өзімнің бір сонда үлесім бар. Менің бала-шағамның болашақта үлесі бар деп сондай сананы өзгертпей, билік сол қаржы мәселесі, экономика мәселесін үкіметтің жиынында қабылдайды, оны хабардан 1-2 минут қана көрсетеді, оны талқылап жатқан ешкім жоқ, оның бір плюсы мен минусын айтып жатқан ешкім жоқ. Сондықтан мен осы жерде осы әңгімені пайдаланып, азаматтарды, қазақстандықтарды сондай бір белсенділікке шақырар едім, яғни ағартушылық белсенділікке. Әрбір азамат, мәселен, аудан мәслихатында бекітілетін ауданның бюджетін қараса. Мысалы, ауданның бюджеті қайда жұмсалып жатыр? Әкімнің аппаратына қанша ақша кетіп жатыр, жергілікті жердегі шенеуніктерге қанша ақша кетіп жатыр, анау бір дабыра, даңғаза іс-шараларға қаншама деген теңге кетіп жатыр, түкке тұрмайтын конференция, форум, той, оның бәрі бюджеттен өтіп жатыр. Соның ішіндегі неліктен, мысалы, әлеуметтік салаға, денсаулыққа, білімге неге азырақ беріліп жатыр деп, әрбір азамат өзінің ауыл аймағында соның белсенділік көтерілмей, біз әлі сол қоғамда өмір сүре бастаймыз. Сондықтан меніңше басында экономика сосын саясат деп президент Назарбаев айтты ғой, біз экономикадан бастап бәрібір саясатқа келіп жатырмыз. Саяси өзгеріссіз, саяси реформасыз, санадағы саяси реформасыз экономиканы сол қалпында қала береді. Алдымен саясат, соңынан экономика болу керек қой. Саясат мысалы оңбайтын болса, қалғанды оңбайды. Ол әлеуметте, экономикада, мәдениетте, білім беруде сонымен қабысып байланысып жатыр. Біздің енді уақытымыз тамамдап қалды. Бұл дегеніміз енді мынау экономика мәселесін біз бұл тек қана енді алғашқы парағын ғана, бұл мәселеге экономиканың түрлі саласына, қаржы секторы бола ма, банк жүйесі бола ма, басқаларына әлі әлі оралып тұрамыз. Ауыл шаруашылығы бар арасында. Әзірше біз осымен әңгімемізді аяқтай тұрайық. Бүгін бізде қонақта болған экономист Меруерт Махмутова, сізге көп рахмет. Және Әміржан Қосанов, және мен Расул Жұмалы. Сау саламатта болыңыздар.